Мешітіміз осындай үлкен қар төгіп жатыр. Дастархан жайылған, бұл жерде енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бағыз бабаларымыздың ізімен жер үстелде тізе бүгіп отыратын дастархан екен. Бисмилля. Ауыз тиейік қана. Әр мешіт өздері қазан көтеріп, ас дайындап жатыр. Бірінде палау болып жатса, бірінде сіріне қуырдағы бар. Міне, ассаламу алейкум. Пах. Міне ғой. Мерекенің нағыз өзегі осы ғой. Мынау енді шашырап пісіп атқан күріш. Мына күріштің ауызбіршілігі жоқ. Шашырап тұр ғой мына күріш. Ал, қайтадан ассаламу алейкум. Енді қанттай болып киініп алдық енді. Әдемі костюмімізді, әдемі көйлегімізді киіп алдық. Қазір бірер минуттан кейін бастаймыз. Енді осы мерекелік кеште бірнеше отбасы қиналып жүрген мұқтаж отбасылар баспаналы болады.